Ассалаумағалейкум достар. Біз әр апта сайын жаңадан сатылымға шығатын автокөліктерді шығарып отырамыз. Арнамызды жоғалтып алмас үшін бізге тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл бөлімде сіздерге қазақ учетындағы автокөліктерді ұсынамыз. Mitsubishi Galant, қазақ учет, дөңгелектері қысқы, жалпы иесін айту бойынша бұның да состояниесі мықты, ешқандай вложение керек емес, тік дөңгелегі дейтін, қысқа дейтін, готовыйдыр деп тұр. Сыртқы жағдай жақсы. Артқы салондары алдыңғы әйектері, іштері енді жылтырап тұр. Егер өтіп кетпеген болса, тез хабарласып алып үлгеріңіздер. Хозяиннан номерін сұраймыз. Баға қанша дедіңіз аға? 1.600 саудасы болады ғой да? Номер айтып кетсеңіз. 876 305 0580 да? Жақсы, рахмет. Ал өтіп кетпеген болса, хабарласып алып қалыңыздар, қазақ учет. Так, кезекте бізде 320-лық газель. Қазақ учет. Саудасы бар дейді. Бағасы 4.700.000. Егер алатын болсаңыздар, саудаласуға болады дейді. Иесін айту бойынша состояниесі жақсы, ешқандай вложение салмай-ақ айдап жүре беруге болады екен. Бастысы қазақ учет, өзіміздікі дейсің ғой. Ішкі салон осындай. Көліктері жақсы. Газ бар ма? Бар. Газ бензин да? Номер айтып жібересіз бе? Өзіңіздің телефон 802 525 55-38 да? Ешқандай вложение ішіне кереміз қой? Отырасың, кетесің? Көлік. Все, жақсы, рахмет. Состояниесі отырасың, кетесің. Так, бұл Део. Қандай Део екен, қазір сұрайтын боламыз. Шынымды айтсам, бірінші рет көріп тұрмын бұндай Деоны. 2002. Бағасы 3 миллион да? Қарайтын жер тек мына не? Электрический частен кондиционер жасамай тұр. Электрический частен онда да. Мен просто қаратқан жоқпын. Ана жүзінде тұрады. Так. Өзім алғаш көріп тұрмын. Део екен. Део Такума екен. Қазақ учет. Дөңгелектері зимний. Салондары корейский машина екен. Бірақта. Шекен, кәдімгідей. Тек қарайтын жері тоқ жағын қарап жүру керек екен.
Телефон номеріңізді айтып жібересіз бе? Ана брат жазып алды жаңа. Сен ол менен Жоқпын бөлек. 8778 8778 162 162 0522. 0522. Саудасы болады ғой, иә? Ал егер мына машина өтіп кетпеген болса, срочно алып қалыңыздар. Жалпы жағдайы жақсы. Тек тоқ жағын кішкене қаржы жіберу керек екен. Қалған ешқандай проблема жоқ дейді. Так, Nissan Primera 96 жылғы состояниесі жақсы дейді. Көлік иесінің айтуы бойынша бағасы 1.150.000. Қазақ учет екен. Төрт дөңгелегі қысқа дайын, шелпемен тұр. Барлық жағдай жасалынып тұр дейді. Ешқандай вложение сұрамайды. Егер өтіп кетпеген болса, срочно хабарласыңыздар. Қазір номерім төменге жазып қоятын болады. Салоны тап-таза екен. Артқы салоны. Жалпы қызуы жүрісі жақсы дейді. Ходовойлары бәрі жақсы дейді. Көліктің иесінің айтуы бойынша. Ал срочно алып қалыңыздар. Брат, номер айтып жібересіз бе? 778 735 8376, да? Так, кезекте бізде Гранта 2012 қазақ учет. Дөңгелектері қысқа дайын тұр. Состояниесі жақсы дейді. Бағасы 2.100.000. Срочно сатам дейді. Номер 801 442 62. Срочно сатам дейді. Срочно алып қалыңыздар. Состояниесі бәрі жақсы дейді. Ешқандай вложение керек емес. Так, салоны. Пробег неше? 210, да? Кондер бар ма? Кондер жоқ, а? Осындай. Так, кезекте бізде Лифан қазақ учет. Объем 1.3 бензинге дейтін өте эконом машина. Жалпы состояниесі жақсы, жұмыс жасауы да жақсы. Көріп тұрғандарыңыздай дыбыс жоқ. Жалпы әйел адамдарға өте ыңғайлы машина. Бағасы 3.300.000 дейді. Егер келіп қарайтын болсаңыздар, саудасы болады дейді. Так. Салоны. Пробег неше? 90 мың. 90 мың пробегі бар екен. Жалпы состояниесі жақсы. Екінші келіп қарап. Бұл машина қаяқта болады негізі? 12 ғой да бұл, да? 14 па? 14 екен. Ал өтіп кетпеген болса, хабарласып алып қалыңдар. Телефон номерін айтып жібере қойшы сен? 778 244 88 93. Ага, все хорошо. Вот.
Al. 4 титан. Зимний покрышка. Так, кезекті Lada Kalina 2014 жылғы 16 клапан, дөңгелектері қысқа. Мына жақта да ұрылғандар бар, ұрылған жері шірік жерлері бар екен. Так, бастысы қазақ учет. Сынай жерлер бар екен. Салон сындай. Kalina 2. Берінде кішкене осындай түскен екен да. Так, бағасы қанша? 2 миллион 200. Саудасы бар ғой жалпыда, келіп қарайтын адамдарға. Қалада жүре ме машина? Қалада жүреді. Номер айтып жібересіз бе? Телефон номеріңіз? 878 159 73 24. Жақсы, рахмет. Приора бар, несі бар ғой да? Кондер бар ғой да? Кондер бар. Кондер бар ғой. Хорошо. Так, кезекті Lada Vesta. Қазақ учет. Газ, бензин. Түсі қызыл. Ешқандай вложение керек емес. Жылы 19. Так, зимний покрышка. 17-лік летный бар да? Титан дискісі бар запаскаге. Бағасы 5 миллион 500. Газ, бензин ғой, а? Android, Mafon, Pride, Town, Lufer, В общем, бар жағдай жасалып тұр да, тек отырасың и кетесің. Отырасың, кетесің, ешқандай проблема жоқ. Бисмилля, ассалаумалейкум. Подогрев сиденье. Люкс қой бұл, Люкс вариант па? Люкс қой да? Бәрі жасалған дейді. Мынау дейтін кәдімгідей. Бойсы. Неон бар астында. Қайда? Төменде ма? Түнде жақсы көрінеді ғой. Ал машина әлі өтпеген болса хабарласып алып қалсаңыздар болады. Қалада жүретін машина бұл, ә? Номеріңізді айтып жүрсеңіз, өзіңіз телефон номеріңіз. 701 344 0093. Все, рахмет. Ал әлі өтпеген болса хабарласып алып қалыңдар. Бүгін бізде машина өте көп. Қазақ учет, орыс учеттар, неше түрі бар. Так, мына жерде Chevrolet Malibu тұр екен. Так, Chevrolet Malibu, Қазақ учет. Ассалаумалейкум. Қанша бағасы? 9. А? 9. Түсінбедім, 9 миллион да? 9 миллион да? Пробег? Так, пробег 85, Malibu 9 миллион. Қай жылғы бұл дейді? 19 жылғы екен. Chevrolet Malibu. Осындай иномарка сұрағандарға иномарка бар осындай. Иномарка алатын болсаңыздар болады. Қазақ учетінен осындай. Ал бағасын келіссеңіздер болады. Қазір номерін жазып кетеміз, сұраймыз. Телефон номер
Ага. 494. Ага. 46, 42. Ага. Все, спасибо. Так, еще осындай. Жалпы осындай. Кезекте қазақ учет Лада Калина. Лада Калина бұл екі ғой да, бір ма? Екі да? Қай жылғы? 15 жылғы. 15 жылғы. 14 декабрі. 14 декабрінде шыққан да? Қандай вложение керек, не керек болған? Вложение маған ешқандай не жоқ, уақыт үйік қой енді. Ручка, нелері. Тек сыртқы нелерінде да? Былай особо удар алмадым. Коробка, мотор, ходовка бәрі идеальный ғой да? Идеальный. Кондер бар ма? Кондер бар. Кондер бар да? 16 клапан. 16 клапан. Ремень ауысып тұр. Ремень ауысып тұр да? Орда не бар ғой да? ВМК бар ғой да? ВМК жоқ па? Дөңгелектері қысқы. Сенің покрышка. Тұрғанда құттай түйіп кетті, болды. Иә. Артына кішкене құттай соқ болған екен, шамалы. Бұл жалпы сыртқы состояниесі жақсы. Ручкасы жаман ол. Российскийлер бәрі сондай ғой. Әйел адам айдаған машина екен. Жүріске бәріне жалпы жақсы екен. Коробка автомат. Пробег 87 мың. Көріп тұрсыздар. Так, телефон номеріңізді айтып жіберіңіз. Мотор түсірді, мағазасы моторы. Капотты ашып моторын қарап жүрейік. Так, 16 клапан. Телефон номеріңізді айтып жібересіз ба? 802, да? 600 45-74. Қалада жүрген машина ғой, ja? Райондікі негізі. Қалада да. Хорошо. Бұйырса клиенттер хабарласады ғой сізге. Алла берсе, осы видео қарап. Ал егер әлі өтпеген болса, хабарласып алып кетіңіздер дейміз ғой. Так, кезекте бізде Priora 2014 жылғы. Так, дөңгелектері қысқа дайын. Жалпы жағдайы жақсы дейді. Ешқандай вложение керек емес. Қазір қызып тұрған күйінде. Ешқандай дыбысы жоқ, артық бір шығып тұрған ешқандай дыбысы жоқ. Ешқандай проблема жоқ дейді. Бензин. Лобойлары бәрі сау. Ешқандай жырық, қырық жоқ, ешқандай. Бастысы қазақ учет. Бағасы 3 миллион дейді. Егер келіп қарайтын адам болса, саудаласуға болады дейді. Так, есігі, так. Ешқандай жанып тұр екен, пеш дейтін кәдімгідей. Іші Ташкент болады. Пеші жандырып тұр. Телефон номер айтып жіберсеңіз? 801 320 1200. Ешқандай вложение ештеңе керек емес та? Отырасың, кетесің. Все, рахмет. Ешқандай вложение керек емес екен бұл машинаға. Так, кезекте біздерде. Так, бүгін ескертіп кететін желтоқсан айының 25-і. Желтоқсан 25-і свежий. Видео отырып ақ қарай берсеңіздер болады. Күн салқында базарға келіп жүрмей ақ.
бүйтіп отырып ютубты ашып қойып біздің каналды қарап кішкене лайк басып қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздер лайк басып қолдау көрсетіп каналға тіркелсеңіздер біздер бұдан да кішкене сапалы қылып түсіреміз алла бұйырса.